Өзгелердің не айтатыны маңызды емес, сенің неге сенетінің маңызды. Өзіңді жақсы көр, бақытты сезін, өзіңді жетілдіріп, сеніміңді нығайт. Еңбектеніп, табысыңды өз қолыңмен жаса. Бүгін үйрен, болашақ өз қолыңда. Егер өміріңді өзгерткің келсе, бірақ неден бастауды білмесең, оқы, ізден, білім жина. Кейде сансыз ойларға бату, адасу, біреуді күту, көкжиекке қарап ештеңе ойламау, оңаша қалу, тіпті тығырыққа тірелу бәрі болады. Соған қарамастан, өмір ерекше көркем, өмір сүру ғажап. Күте біл, бәрі өз уақытында келеді. Өмір жыл мезгілдері сияқты. Көктемде бүршік жарып, жазда гүлдейтіні секілді, әр адамның да өзінің даму кезеңі әртүрлі. Кейбір нәрсе сен қалаған сәтте орындалмаса, ол мүлдем болмайды деген сөз емес. Тек уақыты жетпегеннің белгісі. Көпшілігіміз табысты, махаббатты, мүмкіндікті бірден алғымыз келеді. Бірақ күту дегеніміз өзіңді дайындау, шыдамдылық таныту және сену деген 3 қасиетті қамтитын ұлы даналық. Яғни ағаш егумен бірдей алдымен дән егесің, кейін күтесің, соңында жемісін татасың. Күту барысында сен шыңдаласың, ақыл тоқтатасың, құндылықтарды ажыратуды үйренесің. Күту деген ол сенім, ал сенім деген нұр. Бақыт тек нұрлы жерде ғана өседі.